Қазіргі кезде адамдардың көпшілігі витаминдердің және минералды заттардың организм үшін қаншалықты пайдалы екенін және де ол организмге қалай әсер етеді сол жайында білмей жатады. Ал білгеннің өзінде де оны қалай тұтыну керек және қандай түрлерін қолдану керек сол жайында кішкене қиналып қалып жатады, немесе оны солай қате қолданып артынша қателіктерге орын беруі мүмкін. Жалпы бүгінгі видеом витамин D туралы және оның қолдану ерекшеліктері және қай кезде оның организмде деңгейі түседі сол жайында айтылатын болады. Витамин D бұл организм үшін ең маңызды витамин болып саналады, майда еритін витаминдердің қатарына жатады және тағы бір ерекшелігі ол прогормон болып саналады. Егер де организмде витамин D жетіспейтін жағдайда көптеген клиникалық көріністер байқалатын болады. Шаштың түсуі, жалпы иммунитеттің төмендеуі, онымен қоса көптеген қабынулық процестердің дамуы, кейбір организмдегі метаболизмдік процестердің дұрыс жүрмеуі тікелей осы витамин D-ге байланысты болып табылады. Витамин D-ның организмде жетіспеуінің ең бірінші себебі ол өттегі қызметтің дұрыс емес болуынан. Қазіргі кезде адамдардың көпшілігінде, мысалы 90% адамдар деп айтсам, барлығында өтінде проблема бар. Оны қалған адамдардың көбісі білмей жатады, немесе тексерілмеу барысында тексерілмеудің нәтижесінде байқамай жүруі мүмкін, немесе сау болуы мүмкін. Бірақ та көпшілік адамдардың осы әлемдегі зерттеу барысында өтінде көптеген проблема бар екендігі айтылып жатыр. Мен осы жақында Сергей Вяловтың осы өтке қатысты кітабын оқу барысында тіпті адамның өзінің анатомиялық құрылысында да ерекшеліктері болады, және де оны дұрыс емес деп қабылдауымыз мүмкін, немесе сол анатомиялық құрылыс өттің қызметінің дұрыс емес болуына әкелуі мүмкін. Сол себепті өттің құрылысы дұрыс емес болса, немесе оның қызметі төмендесе, сәйкесінше витамин D-ның де организмге сіңірілуі төмендейді. Қазіргі кезде хирургтардың көбісі өтте проблема болатын болса, қазақша мәселе, яғни өтте мәселе болатын болса, онда бірден хирургиялық әдіске жүгініп, оны холецистектомия жасап тастауы мүмкін, өт қабын алдырып тастауы мүмкін. Және бұл өте қате болып саналады. Қанша жерден сіз операциялық жолмен өтті алдырғанның өзінде бізде өт жолы бар, және де бауыр арқылы өт бөлініп, және ол 12 шетке өтеді. Солай бізде ас қорыту процесі үздіксіз жүріп жатады. Егер өтіңізді алып тастайтын болсаңыз, сіз диетаға отыру керек боласыз. Диетаны сіз сәйкесінше күнделікті ұстамайсыз, және тағы да өтіңізде, өт жолдарыңызда проблема пайда болуы мүмкін. Жалпы одан бөлек өттің тағы бір қызметі бұл залалсыздандыру қызметі болып саналады. Ол организмге түскен көптеген бактерияларды, вирустарды, қарапайымдыларды барлығын керек емес патогенді флораны жойып отырып және тазалап отырады. Егер өттіңізді алып тастайтын болсаңыз, өттің де осы қызметі бұзылып, сәйкесінше организмде қабынулық процестер одан сайын дамып кетуі мүмкін. Келесі себебі витамин D-ның организмге сіңбеуінің сіздегі белгілі бір рецепторлардың болмауы, яғни витамин D-ның организмге сіңірілуіне қатысты рецепторлар сізде туа пайда жоқ болуы мүмкін. Оны сіз арнайы анализдер арқылы тексере аласыз. Қазіргі кезде анализдердің саны өте көп, сансыз, және сол витамин D-ның рецепторларын зерттейтін арнайы анализдер бар. Бірақ ол қатты қымбат деп те айта алмаймын, бағасын нақты білмеймін. Оны арнайы анализ тапсыратын орталықтардан сұрап көру керек. Және де анализдердің ішінде осы витамин D-ның деңгейін қалай анықтауға болады? Арнайы ИФА деген әдіс арқылы қандағы витамин D-ның деңгейін анықтауға болады. Бұл бірақ ИФА организмдегі витамин D-ның нақты санын толық көрсете алмайды. Оған қарағанда ХМС деген арнайы сол витамин D-ны анықтайтын тағы бір әдісі бар. Ол жалпы организмдегі витамин D-ның оптимум, басқа да сандарын, жалпы дефицит бар ма жоқ па екенін нақтылап көрсете алады. Жалпы организмдегі витамин D-ның негізгі мөлшері 70-90 нанограммның аралығында болу керек.
егер одан төмендесе, сізде организмде витамин D жетіспейді деген сөз. Және міндетті түрде шұғыл түрде сіз витамин D-ны толықтыруға кірісуіңіз керек. Одан кейінгі себебі бұл онкологиялық аурулардың болуы. Онкологиялық аурулар тудыратын арнайы жасушалар, мутацияланған жасушалар организмге түскен витамин D-ны сәйкесінше көп өзіне сіңіріп алады. Және солай организмде витамин D-ны жетіспеуі пайда болуы мүмкін. Және соған сәйкес вирустар, оның ішінде бізде COVID вирусы, осы COVID ауру кезеңінде витамин D-ны және витамин C-ны көп тағайындаған болатын дәрігерлер, және бұл өте дұрыс. Өйткені осы кезде COVID вирусының 19 организмдегі витамин D-ны өзіне сіңіріп алу, вирустардың осы витамин D-ны өзіне қарай витамин D-ның осы вирустарға қарсы күресуі сәйкесінше көп болған нәтижесінде оның да организмге қажеттілігі де көп бола бастады. Соған байланысты витамин D-ның мөлшерін көбейтіп тағайындау барысында сол деңгейде, өзіміздің оптимум деңгейде ұстап тұра алдық. Келесі аутоиммунды аурулар, оларға мысалы өзіміздің организміміздегі белгілі бір аурулардың пайда болуы, мысалы аутоиммунды тироидит, онымен қоса ас қорыту жүйесінде иммунологиялық жағынан да аутоиммунды аурулардың пайда болуы витамин D-ның сіңірілуін төмендетеді. Және де нейродегенеративті аурулар, оларға Паркинсон, аутизм сияқты аурулар жатады. Бұл ми қан айналымының жұмысының бұзылуы да витамин D-ның организмге сіңірілуін төмендетіп отырады. Ендігі кезекте бұл себептері. Ендігі кезекте витамин D-ны қалай қолдану керек, сол жайында айтатын боламын. Витамин D-ның бірінші дозасы 5000 мен 10000 бірлік аралығында болады. Барынша жоғары дозада қолданған дұрыс, өйткені бәрібірде организмімізде көптеген адамдарда витамин D жетіспейді. Және де оның дозасы 5000 мен 10000 аралықта болады. Балаларда сәл төмен болады, бірақ ересектерге 5000 және 10000 доза аралығында күніне қабылдап отырса жеткілікті болып саналады. Екінші ерекшелік, витамин D-ны үзбей күнделікті қолдану болып саналады. Егер де оны мысалы жазғы уақытта күн бар ғой, болды керек емес, витамин D-ны ішіп қажеті жоқ деп ойласаңыз қателесесіз. Мысалы Африкада жүрген адамдардың да осы қан тексеру барысында витамин D-ның жетіспеушілігін байқауға болады. Бұл күнге ешқандай қатысы жоқ. Қатысы бар болғанның өзінде де витамин D-ны уақытылы ішу керек. Одан кейінгі үшіншісі, витамин D-ны К витаминімен қосып ішкен дұрыс. Бізде білеміз, майда еритін витаминдер бар. Олардың ішіне осы D витамині, К витамині, А витамині және Е витамині жатады. Және оларды бір-бірімен қосып ішу, әсіресе D мен К-ны қосып ішу, осы бірден әсер еткізеді және де жағдайдың жақсаруына өзіндік септігін тигізеді. Және одан кейінгісі, витамин D-ны магниймен қоса ішкен дұрыс. Магнийді біз күнделігісін жоғалтып отырамыз. Тәтті жесек те, белгілі бір стресске түссек те, біреуге ашулансақ та, немесе кофеинді заттарды қолдансақ, әшейін тамақтанғанымыздың өзінде біз күнделікті магнийді жоғалтып отырамыз. Соған сәйкес магнийді күнделікті ішіп, витамин D-мен қосып отырсақ, онда бұл организмге жақсы әсер еткізеді. Және бірден витамин D-ның организмге сіңуін жақсартатын болады. Магнийдің бірнеше формалары бар: малат, хелат, оксидті формасы, цитратты формасы, глицинаттық формасы, тауриндік формалары бар. Және де олардың әрқайсысын белгілі бір показания бойынша қолдану керек. Жалпы олардың, мысалы, глицинатты белгілі бір стресстік жұмыспен тікелей жұмысыңыз соған байланысты болатын болса, глицинаттық формасын ішу керек. Және цитраттық, хелаттық формалары, егер де сізде өтіңізде немесе запор болатын болса, осындай секілді проблемалар болса, онда хелат, цитраттық формасы, малаттық формасы, егер де
бұлшықеттік мысалы физикалық түрде шаршау болатын болса, энергияңыз таусылатын болса, шаршау секілді симптомдар көрінетін болса, онда малаттық формаларын қолданған дұрыс. Және де олардың да арнайы мөлшермен күнделікті қолданып отырған жақсы. Витаминді сіңірілуіне егер де сізде өтіңізде проблема болмаса, онда витаминді да сәйкесінше жақсы сіңірілетін болады. Сол үшін көп қозғалу керек. Өт бізде бұлшықетті орган, және соған байланысты күнделікті физикалық жаттығулар жасау барысында немесе әшейін күніне 10 000 қадам жасасақ, осының барлығы жалпы өттің қозғалуына және де өт жолдарының жақсаруына әсерін тигізеді. Одан бөлек күнделікті жылы суды қолданып ішу, әсіресе жылы су, қайнаған су болмаса, салқын суды көбірек тұтынбаған жөн, өйткені бұл өттегі іркілу процесін одан сайын күшейтеді және де ас қорыту жолын тітіркендіреді, немесе сізде қабынулық процестер, әшейін мысалы суық тию секілді аурулар дамып кетуі мүмкін. Өтіңізде өтке қажетті арнайы өт қышқылдары бар, және де осы өт қышқылдарын біз мысалы тамақ ішу барысында бауыр өзі өндіріп өтке қарай беретін болады, бірақ біздің организміміздегі өт қышқылы олар біздің тамақты қорытуға жетпей жатады. Соған сәйкес арнайы препараттар бар, олардың ішіне мысалы урсодезоксихоль қышқылы бар құрамында препараттарды айтсақ болады. Оларға мысалы урсасан препаратын жатқызамыз. Оны қолдану жалпы организмге ешқандай зиян тигізбейді. Арнайы көрсетілім бойынша ішсеңіз, әсіресе өтіңізде мәселе болатын болса. Және одан кейінгі витаминдіні омега-3 май қышқылымен ішкен дұрыс, өйткені ол да витаминнің жалпы организмге май түріндегі витаминдердің жақсы сіңірілуіне омега-3 жақсы көмектесетін болады. Одан бөлек арнайы тағамдар, олардың ішіне мысалы брокколи және куркума, специялардың ішіне куркума, осындай секілді заттарды, тағамдарды көбірек қолдану жалпы витаминдінің организмге жақсы сіңірілуіне әсер еткізеді. Бүгінге осы жалпы витаминдінің сіңірілуіне және оның организмдегі жағдайдың жақсаруына, біздің өзіміздің жағдайымыздың жақсы сезінуімізге осындай витаминдіні осылай қолдану ерекшеліктерін ескеретін болсақ, жақсы әсерін тигізетін болады. Сіздермен бірге болған Дана мен денсаулыққа каналы. Бүгінгі видеом сіздерге қызықты болды деп ойлаймын. Егер ұнаса лайк бас, комментарий қалдырып кетіңіздер және арнама тіркеліп қойыңыздар. Және келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.